Кеш жарық достар. Так, қал жағдайларыңыз қалай? Обучение қалай өтіп жатыр? Жалпы үй тапсырмасы қалай болып жатыр? Мен жақсы естіліп тұрсам, маған плюстар қойып жіберіңіздер. Жалпы сіздермен связьді дұрыстайын, өйткені бүгін жаңа тақырыпқа көшеміз. Добрый вечер да. Бүгін қазақша болады, кеше орысша 3-ші тақырыпты тәмамдағанбыз. Соны жалпы практика жүзінде қалай болып жатыр? Мен қайталап айтам достар, өте маңызды. Алейкум ассалам, өте маңызды практика жүзінде соны жасап үйрену. Көп адамдар осы жасауға келген кезде, лидерлер, өзімде лидер, президент компания болып жүргенде байқаймын, вроде бы түсінген сияқты адам, бірақ жасай алмайды. Осы жерде қорқыныштар пайда болады да. Ол қорқыныш деген жаңағы мен айтып кеттім, ол иллюзия просто. 80% қорқыныштар орындалмайды екен, оны ученыйлар доказать етті. Сол үшін достар, мен сіздерге айтарым, егер осы обучениядан керемет бір өзгеріс, керемет бір жалпы жаңағы пайдаланып бір структурам көбеюіне, өзімнің мықты болуыма атсалсайын дейтін болсаңыздар, сіздерге обязательно практика жүзінде осылардың бәрін жасау керек. Так, пока елдің бәрі кіргенше сіздерге сұрақ, үй тапсырмасы не болып жатыр? Үй тапсырмасы жасап жатсыздар ма практика? Бүгін мен үй тапсырмасына не дедім? Сіздерге айттым, наставниктеріңіз попросить етіңіздер, онлайнмен, WhatsAppпен бір 2-3 встреча жасаңыздар. Жалпы осы күнделікті өтіп жатқан уақыттарды дұрыс тиімді пайдалану үшін, алып жатқан іліміңізді бойыңызға сіңіру үшін жалпы қандай әрекет амалдар жасап жатсыздар? Содан қандай да бір өзгеріс болып жатыр ма? Новый подходтан осындайдың байқадым, жақсы мынандай дүниелерді байқадым деп. Сіздерге беріліп жатқан қазіргі подходтардың бәрі, құрал сайманның бәрі, ол сізге жаңа адамдарды, мықты адамдарды, үй тапсырмасы керемет болып жатыр дейді, орындалып жатыр. Жалпы қандай өзгерістер бар? Лидер болсаңыз, кішкене улучшать еткенге жақсыда, кішкене подходты, өйткені сіздің подходыңыз өте қарапайым болу керек. Не үшін қарапайымдылық деген неге керек? Өйткені сен ертең адам жазып жатқанда, презентация оқып жатқанда олар қарап отыру керек та. Жалпы оларда мынандай ойлау жүйесінде мынандай ой қалыптасу керек те, мен де бұны істей алам деген. Осы идеяны сіздерге жеткізу керек, түсініп ма? Ал көп лидерлер усложнять ететін себебі барлығы жасап жатырмыз, команда өсіп жатыр, керемет өсіп жатса, менің де мақсатым сіздің өскеніңізді, сіздің командаңызды өскенін, сіздің ілім біліміңіздің жоғарылағаны, осы құрал саймандарды дұрыс пайдаланып, сол сіздің жетістікке жетуіңізді менің де мақсатым, осы обучениялардың мақсаты. Көбіне мен ударение жасаймын, сіздер жасасын, осыны үйренсін, бойына сіңірсін деп. Мына жерде обучениеде отқан біраз кісілер бар, кейбіреу істеп жүрген жоқ. Мен ол кісілерге айтатым, қайталап айтамын. Егер сен жасамасаң, онда сен бұл обучениеға не үшін келдің? Нәтижесі бар, нәтижесі болады, достар. Керемет нәтиже болады. Енді сразу бір үлкен нәтижені күтпеңіз. Сіздің осыған келгеніңіз, осы жаңа подходты внедрять еткеніңіз, бұл жаңа подход кімдер үшін арналған? Сіздің жаңа версияңыз, сіздің жаңа образыңызда осы подход керек болып тұр. Бұл подходты мен сіздерге кеше орысшасында айтқам, бұл подходты егерде өзіңізден де простой адамдарға пайдаланатын болсаңыздар, Мақсат мырза, сіздің беріп жатқаныңыз мықты әсерін беріп жатыр, керемет. Басқа адамдарға, жаңа өзіңізден де слабы адамдарға пайдаланатын болсаңыз, жаңа мен беріп жатқан подходым жүрмейді. Шынымен, я имею в виду сізден де слабы адамдарға. Өйткені олардың IQ-ы, ойлау жүйесі әлі сізге келмегенде, қысқа нұсқа, мынандай уақытты келісу, сосын кейін барып оған сұрақ қою арқылы оның мін мұқтажын білу, мін мұқтажын білгеннен кейін оған бұл дүние керек па, керек емес па, сіз сұнғаннан кейін бір нәрсені түсініңіздерші. Мен жаңа мына жерге өзіме жазып қойдым да, бір проблема бар да, өмірі осы
Конечно, болады. Бірте болады. Өйткені мына үлкен дүние деген орысша айтады да, большие шаги, они начинаются с мелких шагов дейді да. Үлкен мақсаттар, үлкен дүниені тартатын кіші мақсаттар, кіші себептер да. Осы кіші дүниені бойыңызға меңгеріп, соны жасап үйренетін болсаңыз, соны күнделікті жасап, сол усилияңызды вкладывать етіп, жасайтын болсаңыз, жаңа анөгін айттым ғой, психологически дайын болыңыз. 2 жыл, 3 жылға осыны енгезем, осыны қайталап күнде 1 сағат уақытыңызды сіз бөліп отырсаңыз, күнде жасайтын болсаңыз, мен сізге гарантия берем, 2 жылда сізде үлкен структура болады. Бұл жерде проблема көп лидерлерді, көп новичоктардың бір байқалатқан проблема жаңағы аяғына дейін алып бармайды да тірлікті. Неге? Өйткені кейде шаршап кеттім дейді. Шаршайсыз ба, демалыңыз. Шаршадыңыз ба, демалыңыз. Өшіріңіз сотканы. 1-2 күн демалыңыз. Сол кезде бодрость келеді. Қайтадан сіз сотканы өшіріп тастағаннан бір ешнәрсе өзгеріп кетпейді, түсініңізші. Наоборот, олар сізді іздей бастайды. Мынау адам қайда жүр? Мен лидерім что-то не болды деп, олар өздері звондай бастайды. Бізге де сол керек қой, олардың өздері звондағаны. А то біз начинаем звондап, оларды убеждать етіп, давай деп анау слабы адамдарды жазып аламыз да, соның артынан жүгіріп жүреміз. Сөйтіп уақытымыз да өтіп кетеді да. А бұл новый подходта мен сіздің новый версияңызды қалап, приблизительно өмірге деген көз қарасыңыз, құрал саймандарды беріп, сол құрал саймандарды пайдалану арқылы дұрыс сізде өзгеріс пайда болады. А егер сен оны пайдаланбайтын болсаң, әрекет амал жасамайтын болсаң, онда сенен қандай өзгеріс пайда болады? Иә, тыңдағанда әсерлі болуы мүмкін, но оны жасап үйрену керек қой. Сіз біздің артықшылығымызда осында оқу білім, жан-жақты табанды түрде, тұрақты түрде үздіксіз даму. Именно солай, Бақтыгүл ханым, именно сондай тұрақты даму дегеніміз, тұрақты күнделікті, мына жүйелі маркетингте жасалынатын действиялар бар да, әрекет амалдар. Соны постоянно жасап отыру, сіз сияқты лидерлерге жаңағы ставка қоймау, басқа да адамдарды жазу, сөйтіп сол жерден жазғанда мына нәрсені түсініп алайықшы, мен мынандай бір нәрсеге ударение бергім келіп тұр да, бүгін бір керемет нәрсеге. Сіз түсініңізші, сіз ақпарат берушісіз. Сіз компанияның представительсіз, түсініңізші, қандай компанияда жұмыс жасасаңыз да, сіз соның бет айнасысыз. Сіздің түріңізге қарап, сіздің компанияңызды бағалайды. Өйткені компанияның жұмысшыларына, жаңағы менеджер, партнерларына байланысты. Түсініңіз ба? Ендігі мәселе сіз встречаға біреуді шақыратын болсаңыз да, мәселе мынандай ожиданияны қою керек те, елдің бәрі маған жазылу керек деген түсінікті алып тастау керек. Елдің мін мұқтажына байланысты да, именно сол мін мұқтажын білу арқылы сіз тренировка жасайсыз да, усилия вкладывать етіп, сіз үйренесіз, солармен кездесу арқылы практика жүзінде. Ендігі мәселе, елдің бәрі жазылу керек па деген мәселеде жоқ, елдің бәрі жазылу керек. Маңызды емес сіз үшін. Сіз үшін маңызды, сіздің миссияңыз бар. Адамға өзгеріс алып келгіңіз келеді. Сіз компанияңыздың арқасында продукциямен болсын, кәсіпкерлікке болсын, өзіңіздің неңізді, лептаңызды енгізіп жатсыз да, соны түсініңізші. Егер сіз сол идеямен ауыратын болсаңыз, сізге мынандай адам жазыла ма, жазылмай ма, проблема емес. Енді мен сізге айтайын, адам жазылмады ма сізге, да? Жазылмай кетті ма? Ол сіздің бір настроениеңізді түсіру керек емес. Бір нәрсені түсінейікші, елдің бәрі бізге жазыла бермейді. Тиісті емес бізге жазылуға. Түсініңіз ба? Сол үшін как-то встречаға барған кезде нормальный, мен польза беремін, мұн мұқтажын түсінемін, осы кісіге жеткізіп көремін санасына деп бару керек та. Сол моментте, егер ол кісі дұрыс қабылдамаса, неше түрлі адамдар бар, мен сізге айтайын, бәрі идеальны болады деп айтпаймын мен сізге, практика жүзінде ол өте басқаша болады. Бірақ сол осы методты практикаға енгізу керек та, сіздің подходыңызға байланысты дүниеде. Мысалға адам келді, он же не обязан сізге жазылуға. Бұл жерде сіз мастерствоңыз көрсетесіз, перспективаны көрсетесіз, как бы вдохновлять етіп, осындай идеяны көрсетесіз. Біреулердің мысалға сіздің ақпаратыңызды қабылдау не обязан, так что оларға расстраивать етпеңіз. Егер де біреу контрактқа тұрмай, сізді игнорировать ететін болса, мен сізге айтайын,
қайта жақсы. Зачем ол адам сізге? А сіздер наоборот сол адамға барасыздар да сондай адамға жалынып, жүрші, бүйтем, сүйтем деп жазып аласыздар да, мынау қазақбайский метод деймін да мен, жазып аласыздар да, сосын кейін барып ренжисіздер. Зачем тірлік істегісі келмейтін, жетістікке жеткісі келмейтін, өмірін өзгерткісі келмейтін адамды жазбаңыздар. Өйткені сіз ойлайсыз ғой, жазбағаннан может одноразовый бір нәрсе аларсыз, но бірақ ол адам сіздің ертең энергияңызды жейді. Ол сіздің айтқаныңызды біріншіден тыңдамайды, екіншіден ол обучениеға келмейді. Сөйтіп сіз ол адамды постоянно жүрсеші, бүйтсеші деп ол адамды өзінше қыла бересіз да. Наоборот, сізге бүгіннен бастап өзіңе құндылық беріп үйрену керек та. Өзіңе құндылық дегенім сен жаңа версияңдасың, жаңа образыңдасың, сен уже лидерсің, саған уверенно әңгіме айтып үйрену керек та. Ол былай да, қараңызшы, мен бір ретте оны айтып кеттім, көзіңізге елестетіңізші да, сіз бір тірлікте мастерсіз да, мысалға сіз лидерсіз да, допустим, или сіз спортсменсіз, бір волейбольный ма, баскетбольный команданы дайындайтын адамсыз, көзіңізге елестетіңізші, и сізге министр звондайды, айтады, так, мен саған сенемін, міне бюджет, барлық жағдай бар, сен командаңа 4 жылда адамдарды жинада, осылардан чемпион қылда, осыларды олимпийский чемпионатқа алып бар дейді сізге да. Сол кезде сізге сондай жауапкершілік болып атқан кезде сіз адамдарды подряд бәрін шақырасыз, жастарды. Бірақ сіз соның ішінен іріктеп аласыз ғой, сол чемпионатқа дайын адамдарды. Кейбіреулер келеді, да, мен де заниматься етем, болды, мен чемпион болам деп 200 бала келеді, да, сізге 40 бала керек та. Сол 200 баланың ішінен сіз сорттайсыз ғой. Біреу 1 айға жетеді шыдамы, біреудің 2 айға, біреу сразу кетіп қалады. Понимаете? Сол сияқты соның ішінен сен сорттайсың ғой, жерде сен слабыйларды алмайсың. Осыдан шығады ғой деймін чемпион деп, сондай мықты тренировкаға постоянно қалмай жүрген, үйренем деп жүрген адам түрінен көрініп тұрады ғой. Ода талпыныс бар, ол үйренгісі келеді, ол сізге айтады, үйренейін мен деп, түсініп тұрсыз ба? Именно сондай адамдармен сіз чемпиондыққа алып барасыз ғой, жауапкершілікпен. Сол сияқты бұл MLM бизнесте де сіз ойлаңызшы, сіз өзіңізге команда жинап жатсыз қазір. Енді айтыңызшы, пожалуйста, командаңызға қандай адамдарды қалайсыз келгенін, жаңағыдай істемеймін, маған обучение керек жоқ, ой деген адамдармен сіз оларды чемпионатқа алып барасыз ба? Сондай адамдар қалайсыз ба? Мен айтайын, сіз ондай адамдарды жазыңыз, бірақ потребитель қылып жіберіңіз, түсіндіңіз ба? Оған ставка қоймаңыз. Бұл жерде бір проблема бар, біз адам жазамыз да, ставка қойып кетеміз да, тем более қазіргі, допустим, керемет маркетингтер шығып жатыр ғой, солардың ішінде как бы маркетингтің өзі солай айтатын сияқты да. Сол үшін мен сіздерге айтарым, ешкімге ставка қоймау керек, өйткені сен лидерсің, өзіңнің құндылығыңды көбейт. Наоборот, олар саған тартылсын, олар сенімен жұмыс істегісі келсін. Осы жерде сен қызық болу керексің да. Маған айтады, слабая команда, я скажу, слабый лидер. Командаң слабый ма, лидер слабый. Түсініңіз ба? Лидерге көп нәрсе байланысты да. Сол үшін өте маңызды өз-өзіңмен жұмыс жасау, өзіңді тану, бойыңа керек қабілеттерді сіңіру. Жаңа өнегін айтып кеттім ғой, то жақталу, шағым айту деген қабілет қайдан келеді? Ол анау балалық шағымыздан бастап ол қабілет келе бастайды да, түсініңіз ба? Ол как әдет болып бойымызға қалыптасады да. Ендігі мәселе сол қабілеттің ойына жаңа қабілеттерді сіңіру қазіргі таңда. Сол үшін мен біраз мынандай сізге біраз ойланатындай бір керемет сұрақтар қойғым келіп тұр да. Мысалға мен сізге мынандай сұрақ қойайыншы, сенің мақсатың бар, сен не үшін келдің осы MLM компанияға, и не үшін сен қазір стараться етіп жатсың, кім үшін? Сол сұраққа жауап бере аласыз ба? Біреулер айтады, әке-шешем үшін дейді, біреулер айтады, анау үшін дейді, мынау үшін дейді да. Ең бірінші, кім үшін саған керек осы өзгеріс? Осы сұраққа жауап берші өзіңе. Не үшін сен бұны жасап жатсың? Мен білемін, өйткені сен осы жерден құралдарды алып, оны пайдаланып өзгеріске келгің келеді. Ал енді углублять етейікші бүгіннен бастап, алып атқан ілім білімізді. Екінші сұрақта, мынандай необычный сұрақ қойғым келіп тұрды. Жалпы біз осы өмірге келдік қой, Алла тағала бізді осы өмірге алып келді ғой. Не үшін келдік бұл өмірге жалпы? Ойландыңыз ба? Өте маңызды сұрақ мынау. Кішкене мотивацияны оятатын сұрақта, не үшін келдік бұл өмірге?
Осы сұраққа жауап беріңізші, не үшін келдік біз бұл өмірде? Не істеуіміз керек біз? Үшінші сұрақ. Біздің айырмашылығымыз, жануардан айырмашылығымыз неде? Соны айтыңызшы. Неде ол жануардан айырмашылығымыз? Бір тек қана жеу ішу үшін келген жоқпыз ғой бұл өмірге. Дұрыс па? Неде айырмашылығы? Сосын барып, төртінші сұрақ мен қазір қойғым келіп тұр. Төртінші сұрақ өте маңызды сұрақ. Осы сұрақты барлықтарыңызға қойғым келіп тұр. Алла тағала саған не үшін берді қолды? Айтыңызшы. Қолды не үшін берді Алла тағала? Қолды не үшін берді? Өйткені қолымен сізді әрекет жасасын, қолымен қимылдасын, тамақ жегенде қолмен алып жейсің оны, дұрыс па? Қасықты ұстайсың. Қол не үшін берілген? Жату үшін емес, қимылдау үшін. Қолыңмен ұстап көрсін, байқасын дейді. Сол сияқты қол не үшін беріледі? Соны ойлаңызшы, мына жерде идея, керемет идея бар да осы жерде. Сосын барып, аяқ не үшін беріледі адам баласына? Аяқ не үшін? Ол жүру үшін, амал жасасын, әрекет жасасын, жүрсін, жүгірсін. Жүру үшін берілген дүние ғой оның бәрі. Аяқтың өзі, қарап тұрсаңыз, Алла тағала аяқты не үшін берген? Оның өзінің жұмыс жасайтын функциясы бар. Ол жүру керек та. Сол сияқты әрекет, амал деген негізі қиын нәрсе емес. Просто сол нәрсені дұрыс пайдалану керек бізді. Ал ендігі маңызды үшінші нәрсе, мен сізге сұрақ қойын. Ал бас не үшін берген? Мынау ойлау жүйесі айтыңызшы. Мынау көз оны дополнять етіп тұратын. Мынау мұрын, барлығы, құлақ не үшін берілген? Мынау ойлау жүйесі, біздің басымыз не үшін берілген? Айтыңызшы. Не үшін берілді? Вот ойланып көріңізші, просто жай үшін ойланыңызшы. Жалпы бас не үшін берілген деп логически ойланатын болсақ не деп айтасыз? Ойлау үшін. Басыңмен жұмыс істе деп атады көбісі. Оны неге айтады? Басыңмен жұмыс істе деп. Өйткені ойлау жүйеңді қоссашы, ойлансашы дейді да. Сол үшін бізге ойлану үшін берілген ғой қазіргі таңда. Құлақ не үшін? Тыңдау үшін. Ойлау жүйесі не үшін? Тыңдауғаннан кейін ойлау жүйеңізбен сіңіру үшін берілген. Сосын кейін барып бас тек қана ойлау үшін, аналитика жасау үшін. Қазіргі таңда біз соны дұрыс пайдаланбайтын сияқтымыз да. Түсініңіздер ма? Сол үшін соны ойланатын болсаңыз, итак бізді туыла біткеннен бізге барлық мүмкіндік беріп қойғанда, адам баласында үлкен потенциал бар. Мысалға, кешегі мен сіздерге үй тапсырмасын бердім да. Енді айтыңыздаршы, кім өзінің самооценкасын өсіру үшін сол үй тапсырмасын жасады? Мен күтемін. Плюс қойыңыздар, кім үй тапсырмасын жасады? Содан кім ләззат ала алды? Өзін басқа қырынан көре алды ма? Сол нәрсеге, осы нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Сол самооценканы көтеру үшін жақсы қабілетіңізді, жақсы қасиетіңізді, осы уақытқа дейін жасаған жеңімпаздығыңызды жазып дедім мен сізге. Жаздыңыз ба, айтыңызшы? Жаздыңыз ба соны? Плюс қойып жіберіңіздерші, кім соны жасады? Хорошо, молодецсіз сіз, Абдуназиза. Хорошо, басқаларшы, Бақтыгүл. Хорошо, енді өздеріңізді бір басқа сырынан көре алдыңыздар ма? Хорошо, өте жақсы, керемет. Керемет. Хорошо. Енді соны өзіңізді бір басқа қырынан көре алдыңыз ба? Сол жазған нәрсеңізді оқи отырып, мынандай бір энергияма сонда чувствовать еттіңіз ба? Энергияма осындай бір нәрсе ала алдыңыз ба өзіңізге? Мысалға, мен бірінші жазған кезде сол упражнениені мен керемет бір сезім пайда болды да, мен білмеймін, сізде пайда болды ма? Өйткені мен өзіме құндылық беріле бастады да. Құндылық дегеніміз, жаңа айтып кеттім, құнды екенін түсіне бастадым да, мен деген вообще принципе гений екенмін ғой. Осы уақытқа дейін мен жалпы осындай жетістіктерге жетіппін ғой, осындай дүниені мен меңгерген екенмін ғой деп өзімді мен басқа қырымнан көре алдым. Түсініңіздер ма? Сеніміңді пашкальны бәлі ұлғайтады. Өйткені ендігі мәселе соған қарап отырып, сізге содан зарядка алып үйрену.
Өйткені өмірде болғаннан кейін отказ болады, кедергі болады. Сол нәрселер келген кезде, эмоциональный подъем. Мына жерде көрініп тұр. Жан тәнімен істеген адам, сол жерден басқа қырымнан көрейінші деген адам эмоциональный подъем алады, я. А қалған басқалары жасамаған адамдар олар жасамады ма? Шыдамдылыққа үйрендім, шақырған адам келмеді. Я, үйренес, кешіріңіз. Айттым ғой. Не обязательно келмейді ол адам. Кейде мен профессиональный звоноктар жасаған кезде де кейбір адамдар маған келмейтін. Мен оған расстраиваться етпеймін, өйткені ол адамның келмегені дұрыс. Ол егер келетін болса, может, энергиямды жұқып қояр еді. Жаңағыдай жұмыс істегісі келмейтін адамды жазасыз, ол энергияны жұтады. Қазір көптеген разбор жасайтын болсақ, сіздің командаңызда сондай адамдар көп. Түсініңіз ба? А ол да адамдарға айту керек, олармен сөйлесу керек, отырып алып, диалог құру керек. Давай осылай істейік. Негізді мынау маңызды, мен өстіп жасайын деп жатырмын. Мен көріп тұрмын сенен потенциал. Давай мынаны істейік. Егер мынаны жасамайтын болсаң, мынандай жетістікке жете алмаймыз. Мынандай жетістікке жете алмаймыз деп, онымен сөйлесіп, оны ояту керек та. Ал негізі мықты бір керемет метод берейін ба? Старый адамдарды қалай оятсам деген менен сұрақ қойып жатады. Мен айтам, старый адамды бір-екі рет әңгімелесіп көр, оянбайтын болса, деймін да, оянбайтын болса, старый адамды деймін. Онда сен новый адамдарды көбейтіп жаз деймін да. Соларды жаңағы новый подходпен дұрыс тәрбиелеп үйрен деймін да. Сол кезде солар активизировать ететін болса, әйтеуір закон бар да. Олар да оларға қарап, адам деген мынандаймызда, біреуді көріп қалсақ, бір пысық болып тіршілік жасап жүрген бәріміз қызыға бастаймыз. Еще ол новичок дейтін болса, басқа да адамдарды ояна бастайды. Егер сізде сондай сұрақ болатын болса. Сосын көбіне лидердің өзі ояну керек та, өзі потенциалын ұлғайту керек та, өзіне активизировать ету керек. Прям бір сілкіп тастау керек та өз-өзіңді. Сөйтіп ақырын қимылдап үйрену керек та. Өйткені лидерге көп нәрсе байланысты. Түсініңізші, сіз ол новичокқа келген кезде оны қалай шақырасыз, онымен қалай жұмыс жасайсыз, сіздің подходыңызға көп дүние байланысты. Мынау үй тапсырмасын орындаған адамдарға мен сіздерге айтайын, 1000 алғыс сіздерге. Сіз сияқты адамдар әрдайым жетістікке жетеді, үй тапсырмасын орындап жүрген. Ал үй тапсырмасын орындамаған кісілерге айтарым, сіздер орындап үйреніңіздер. Айтуды бәріміз білеміз. Ал енді жасап үйренейік та, мен де керемет сөйлеймін, кейде жақсы сөйлеймін, кейде біраз дүниені мен де жасамаймын. Ал ендігі мәселе, сен мықты екенсің, соны жасатып үйретсеші өзіңе. Соны жасатып үйретсең өзіңе, сол кезде сенің мықтылығың байқалады да. Абылай сен өз-өзіңді жасатып үйренбесең, сен мықты емессің. Ол аузыңмен ләкілдеп сөйлей бергеннен сен мықтылығың байқалмайды. Сенің мықтылығыңды, сенің структураңдағы адамдар байқайды. Олар, түсініңіз ба? Егер сен жасап жүрсең, по-любому, оны кезінде Ганди айтып кеткен, когда ты что-то новое делаешь, сперва тебя не любят, потом полюбят дейді. Ол дегеніміз не? Сен бір жаңа нәрсемен айналысып жүрген кезде, елдің бәрі сені ескі жақсы көріп кетпейді дейді. Ол деген кәдімгі жас бала мен қыз да, свиданияға барасыз, біреуді ұнатып қалдың да, қыз саған резко ғашық болып қалмайды ғой, дұрыс па? Там любовь первого взгляда деп атады да. Ғашық болу үшін не істейді? Сен оған тілін табу сөйлесу керексің, оған подход жасауың керексің, оған ұнау керексің, в общем, түсініп тұрсыз ба? Сол кезде ода бір сезім пайда болады. Сосын кейін барып ғашық бола бастайды. Сол сияқты да сіз командаңызда керемет, мықты команда, великий команда жасағыңыз келе ма? Сізге ғашық болу керек қой, түсініңіз ба? Сіздің түріңізге деп айтып жатқан жоқпын. Сіздің түріңізге деп айтатын, сіздің мінезіңізге, сіздің ұстанымыңызға, сіздің подходыңызға бір разы болу керек та, сол кезде сіз оларды оята аласыз да, түсініңіз ба? Мен мынандай сұрақ қоямын да, мен сізге айтайын, сіз новичокпен жұмыс жасап жатқанда, новичоктың арманын қалай оятуға болады? Кім айтады? Мен күтемін сіздер, жазыңдаршы. Кім айтады? Новичоктың алдыңда келген арманын қайтып оятуға болады, айтыңызшы. Қайтып оятамыз? Вот мынау новичоктың арманын. Кім айтады? Осы сұраққа кім жауап береді? Қайтып оятамыз? Мына пустой адам келді, контрактқа тұрды, ендігі мақсат, оның арманын ояту керек бізге.
Бұлай емес, сенің арманың бар ма? Адамда арман болу керек екен. Деп айтасыздар, ол подход жұмыс жасамайды, мен сізге айтайын. Новый подход берейін ба мен сізге? Оның арманын ояту үшін мен сізге айтайын. Ол элементарный нәрсе. Өзіңнің арманыңды айтсашы. Өз арманыңды айтқан кезде аппетитный айтсашы, мынау. Кейбіреулерді қарап отырсаң, бір аппетитный тамақ жейді ғой, қарап отырсың, сол тамақ ішіп тұрсаң да, сол аппетитный тамақ жейтінде жегің келіп кетеді, балама сіздерде онда, өйткені ол аппетитный деп там чавкать етіп, адам бір аппетитный оятады, потому что адамда чувство деген нәрсе бар да, сол чувстволар ояна бастайды да, и сигнал бере бастайды да, саған сен де жеп көрсеші деген дейді. Сол сияқты сіз біреудің арманын оятқыңыз келе ма, өз арманыңызды аппетитный айтсаңызшы. Мен осындай болғам. Мен сіздерге айтайын, көп пример, новичоктарды вдохновлять ететін пример айтып берейін ба? Менің практикада жасайтыным да, мен постоянно айтатын, мен де сендей болғам, мен сенен де слабый болғам, да? Мен келдім да, көрдім, осыны оқыдым да, мен түсіндім, адам армандау керек екен. Мен наставник айтып атқанда мен оған сенбейтінмін. Сосын ол өз арманын айтқан кезде, былай аппетитный айтқан кезде, мен оған қарап отырамын да, мақсат жаздыртам, желаниясын оятам дейді. Мақсат жаздырту үшін, желаниясын ояту үшін өз желанияңды айт. Осы подход деңгіңіздер, бұл новый подход. Өз арманыңды айт. Сөйтіп аппетитно айт та, сол кезде былай да, не надо никого умолять, просить дейді да, сделайте так, чтобы они захотели дейді. Ол дегеніміз қазақша біреуді там ойбай жүрші, бүйтші, сөйтші деп айтудың орнына дейді. Сен новый подход жасада, былай жаса дейді да, ол өзі давай жасайық дегенге келтіру керек та сізге. Ал өзі давай жасайық деген келтіру үшін сізге аппетитно айтып үйрену керек. Тағы айтма, презентацияны эмоциямен, энтузиазммен айтып үйрен деп. Сол кезде сізде энергия, оған передавать ету керексіз да, жаңағы. Горячий идет холодному дейді, анығын айттым ғой. Мұздай суды құйып қойсаң, оған ыстық су құятын болсаң, ол не істей бастайды, жылына бастайды. Сол сияқты сізде лидерсіз да, энергияңызды беру керексіз да, өз арманыңызды аппетитін айтсаңыз, оны да аппетиті ояна бастайды да, түсініңіз ба? Сөйтіп ол да бір армандағысы келіп кетеді да. Сол үшін, чтобы они захотели, да, вот тогда ты должен аппетитно рассказывать, аппетитно айту керексіз. Аппетитно айту деген жан тәніңмен беріліп, 1000% сеніммен, жаңа новый версияңмен соны айта білсең, вот сол образға сізге қазір кіру керек болып тұр да, сол образға бой түзеу керек болып тұр да. Вот сол кезде мен сізге гарантия берем, сізде өзгеріс көп пайда болады. Сіз сияқты адамдар келе бастайды сізге, сіз сияқты адамдар, сондай аппетитный, амбициозный адамдар, олардың да аппетиттері жақсы адамдарды сіз тарта бастайсыз да, түсіндіңіз ба? Вот сол кезде, вот этот вибрационный момент включаться ете бастайды да, и ол үшін сен өзіңді прокачивать ету керексің да, өзіңді прокачка жасау керексің да, күнделікті өстіп телефонға қойып, телефонды қойып қойда тренировка жаса. Так, мен қалай, эмоциям жақсы ма? Қазір телефон деген жақсы болды ғой ағайындар, мен телефонды дұрыс пайдаланайық та, видеокамераны қосып қой, сөйтіп та айта баста телефонға, так, эмоция былай, қол бүйтіп, тренировка жасап, өз-өзіңді прокачка жасай баста да. Әнеугін айттым ғой, чемпион рингте болмайды адам, чемпион сыртта болады, рингтің сыртында. Тяжело в учениях, легко в бою дейді. Именно қазіргі менің де мақсатым сізді тренировка жасату, сізді үйрету, сізге прокачка жасату. Қазір сіз үйреніп жатсыз. Егер сіз новичок болсаңыз, бір нәрсені түсініңізші, сіз қазір үйреніп жатсыз. Айтуды үйрен, презентация жасауды үйрен, телефонмен шақыруды үйрен, сөйтті встреча жасауды үйрен, сразу контрактқа тұрғызба. Сенің маркетинг мақсатың сразу он контрактқа тұрғызып жібермес. Сен үйреніп жатсың, соны түсінші. Сол кезде саған жеңіл болады. Адам келді ма, жазылса да, жазылмаса да, сен онымен сөйлескеніне вдохновление ала бастайсың да. А уже екінші этапта, егер мына жерде лидерлер отса, уже презентация айтып жүрген, сіздерге оның пайдасы не? Алда презентацияны қайтадан кигіз. Сөйтті кигізді басқа бір простой адамға айтып бер. Мына қалай жеңіл ма? Қалай ойлайсың, сен мынаны айта аласың ба деп та? Бір күн жаттасаң, ертесіне айта аласың ба? Қалай, мына простой ма? Простой болып көріне ма? Қалай мынау? Сен психологияға қалай, мына жеңіл қабылданды ма? Мынау құм сағат, сен осыны айтар ма едің? Біреуге түсіндіре алатын бедің деп сен сұрасашы. Вот процесс дегеніміз осы ғой, усилие дегеніміз осы да. Сол кезде лидерге айтатын советім. Қайттан усовершенствовать істеді да, алда ана құм сағатты тық маркетинг планға. Сөйтті командаңды жина, сөйтті командаңмен бірге меңгерсеші. Жинап алда досканың алдына или онлайнмен әрқайсында күніне бір
бір күн уақыт бөлде жарты сағаттан осы маркетингті қалай түсіндіру, осыны бөл, осы усилие дегеніміз осы усилияны көп адамдар жасағысы келмейді. Неге олар бүйтеді? Адам жазатта болып бетіне қарап отырғысы келеді, адамдар өзі өсіп өніп кетсе екен деп, содан ақша тапсам екен деген ойды алып тастаңыздар. Өйткені бұл өзіңе керек емес па? Мына ілім білім прокачканың бір кереметі, ол қалады ғой. Түсініңізші, 1 миллиардерге сұрақ қойғанда бәрін алсын дегенде, жанымды да тәнімді де алсын дегенде, бірақ менің ниетімді сосын кейін барып мынау ілім білімімді алмай ақ қойсыншы депті да. Мен қазір құласам, ертең мен қайттан жасаймын дейді. Өйткені ол да прокачаны да, мынау навыктары, мынау настырнысы, оның настойчивый қабілеті, оның кереметті. Өйткені ол өмірде неше түрлі сынақтар болды да, сол сынақтарға ол сынбай, соны бір керемет, ана орысша бір пословица, то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее дейді да. Ол дегеніміз, сені бір проблема өлтірмей ма, ол кезде сені күшті қылады дейді да. Потому что ең мықты сабақ, ол қандай сабақ дейді да? Ол өмір сабағы да, ол сенің сабағың да, ол сенің тәжірибеден жинаған сабағың. Түсінші, сол жерден осы нәрсе өте маңызды да. Сол үшін мен мынау нәрсеге тоқталғым келіп тұр да, қазіргі таңдашы айтып едім ғой, кедергіні